Мен туған өлкенің бояулары бағаны бойынша қатынасушы Қабижан Абаханов атындағы орта мектептің 9 Б сынып оқушысы оңдасын Халида. Мен болашағымды шығармашылыққа арнай отырып, қазіргі таңда басты экологиялық жағдайды сурет арқылы жеткізгім келеді. Жайықтың қазіргі таңда оның экологиялық жағдайы бізді қатты алаңдатып отыр. Арнасы тарылған, жағасы жылдан жылға тайыздалған ақ жайықтың қазіргі халі дабыл қатырғандай. Кейбір тұстарының жіңішкеріп, кейбір тұстарының тайыздалғанын көргенде жүрегіміз ауырады. Балық саны да азайған. Бір кезде бекіре балығымен әлемге әйгілі болса, бүгін оның су қойнауы әлемі де кедейлік халін кешіп отыр. Ұзындығы бірнеше мың шақырымға созылып, бірнеше мемлекеттің халқын ауыз сумен қамтамасыз етіп отырған Ару-жайық шын мәнінде елдің анасы секілді емес пе? Халықтың малын суарып, егін шаруашылығын сумен қамтамасыз етіп отырған жалғыз тіршілік көзі емес пе? Егер Жайық өзенінің проблемасы жедел шешілмеген болса, таяу күндері Арал теңізі секілді тартылып кетсе, біздің халықтың халі не болмақ? Келешек ұрпаққа Ақжайық аман жетсе екен, арнасына толып, баяғы күндердегідей күш-қайратына қайта ие болса екен, біздің өлкенің мақтанышы, аңызға айналған аққулы мекен, Гәккулі мекен, Ақжайық мәңгілік жасасын.